Азық-түлік бағасы қымбат қой енді қазір кезде. Алатыным 140 мың. Ол не тамаққа не киім кешектерін білмеймін. Жоқ. Айлық деген совсем аз. Ешқандай қанағаттанбаймыз. Өткен айдағы есеп бойынша жылдық мәндегі инфляция деңгейі 11,8%-ды құраған болатын. Соған сәйкес азық-түлік бағасы да аспандады. Пайыздармен пайымдап көрсететін көрсеткіш айдан айға жоғарылап жатыр. Ал жалақы, күнделікті шай-пайға керекті заттар бағасының өсуі халық қалтасына қаншалықты қолайлы елден сұрайық. Қазіргі азық-түлік бағасына көңіліңіз тола ма? Жоқ, қайдан толсын. Алатыным 140 мың. Ол не тамаққа не киім кешектерін білмеймін. Кейде әркімнің көңілі әртүрлі болады ғой. Мысалы, мен өзімнің Қазақстанның өзінің көңілім толады деп ойлаймын. Ешқашанда мен өзім Қазақстанның жаман деп айтпаймын. Сай емес. Азық-түлік әлдеқайда қымбат. Мысалы, мен әйелім 100 мың алады. 100 мыңға сен 50 мыңға толтырып, бір айдың ауқатыңды ала алмайсың. Дұрыс па? Азық-түлік бағасы қымбат қой енді қазір кезде. Айлықпен сай келмейді ғой. Айлықпен сай келмейді. Қазіргі енді көбісі арендада тұрады. Оның арендасын төлей ма, тамағын төлей ма? Вообще келмейді. Азық-түлікке вообще келмейді айлық емес. Қымбатшы түк аламайсың ғой. Шынын айтқанда, өлместің күні болып жатыр. Айлық аласыздар, азық-түлікке кетеді болды. Болды. Былай тойың бар, домалағың бар, баратын жерің бар мысалы үшін. Өте төмен ақша. Жоқ. Айлық деген совсем аз. Ешқандай қанағаттанбаймыз.